Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі пикник салатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Ең алдымен бізге керекті заттарымыз капуста, жұмыртқа, укроп және қияр қажет болады. Бұл салаттың ерекшелігі құрамында, яғни құрамы өте қарапайым, кез келген үйдің тоңазытқышынан табылатын заттар. Мінекей, капустамызды осылай жұқалап турап аламыз. Капустан біткеннен кейін барлығында видеода көрсетілгендей етіп турайтын боламыз. Қиярымызды осылай қажет емес бөліктерін алып тастап, жұқалап видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Қиярымызды турап болғаннан кейін осылай ыдысымызға салып, жұмыртқамызды турауға кірісеміз. Жұмыртқамыздың сарысын бөлек алып қоямыз, ал ағын болса осылайынан видеода көрсетілгендей етіп ұзынынан турап шығамыз. Укропты да видеода көрсетілгендей етіп майдалап турап шығамыз. Укроптың орнына петрушка немесе кинза жапырақтарын қолдансаңыздар болады. Енді салатымыздың ең маңызды бөлігі десек те болады. Жұмыртқамыздың сары уызын осылай шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз да үстіне майонезді құйып, жақсылап қоймалжың масса болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дайын болған қоспамызды салатымызға салып араластыратын боламыз. Мінекей осындай қоймалжың масса болады. Енді осы дайын болған массамызды салатымыздың үстіне құйып, дәміне қарай бір шай қасық тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде менде 2 тарелка ғана шығатын мөлшер. Егер де көп жасайтын болсаңыздар, видеоның описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол мөлшерден 2-3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осылай ыдыстарымызға орналастыратын боламыз. Аяқ астынан қонақ келіп қалғанда таптырмайтын салаттың бірі аз ғана уақыттың ішінде дайындалады және құрамы да өте қарапайым. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйіреді, өте ерекше салаттың бірі. Осы видео сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Және де салатты ұсынар кезде осындай аскөк түрлерімен, салат жапырағымен және укроппен сәндеп ұсынсаңыздар өте әдемі болады. Назарларыңызға рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.